Қолымыздан келді. Біз аураны квадрокоптерге жалғадық. Қамқор енді ұшалады екен ғой. Әлі ұшалмаймын. Маған ондай бағдарлама жазылмаған. Біз көмектесеміз. Қане, онда ұшырайық. Біз саған мына пульт арқылы көмектесеміз. Бәрі жақсы болады. Ал керек болса. Қараңдар, мынау біз ғой. Балалар, Байланыстамыз. Қалың қалай? Қамқор, сен ұшып бара жатырсың. бәрі дұрыс. Бағдарламама жаңа баптауларды орнатып жатырмын. Мен көмектесейін. Баптаулар орнатылуда. Ой, берші, мен басқарайын. Сен не істеп жатсың? Жоқ, қараңдаршы. Апаттық жағдай. Қалақ істен шықты. Құлап барамын. Не істеп қойғаныңды білесің бе? Кешіріңдерші. Қап, сені ме? Мен көліктің астына түсе жаздадым, ал квадрокоптер болса сынды. Ештен етпейді. Қазір-ақ жөндеймін. Алақай! Енді жолдың бойында ұшырмай-ақ қояйықшы. Онда саябаққа барайық. Онда алаң кең. Көлік те жоқ. Иә. Қане, кім жылдам екенін анықтайық. Сендерге не болған? Ай, әрі қарай ақырын жүрейікші. Иә. Міне, мынау саябаққа кіретін қақпа. Ал саябаққа кіру үшін анау жердегі жерасты өткелінен өтуіміз керек. Анау тұрған жерге бару үшін анау жақпен айналамыз ба? Осы жерден жолды кесіп өте салайық. Жоқ, мына зулап бара жатқан көліктерді қарасаңшы. Иә, болмайды. Мынау көліктердің жолы, ал жаяу жүргіншілердің өтуіне арналған арнайы жерлер бар. Өздерің бара беріңдер онда. Мен дәл осы жерден өтемін. Айналып жүретін ақмақ емеспін. Қарақал, әлі тұрмысың? Жерасты өткеліне бар. Біз күте тұрамыз. Сендерге көрсетемін. Ей, не істеп жүрсің мұнда? Бұдан бұлай жолды кесіп өтуші болма. Міне, өзі де келді. Скейтборд та сынды. Жолды кез келген жерден кесіп өту өте қауіпті. Иә, есесіне біз бүгін көп нәрсе білдік. Дәл солай. Жолдың бойында ойнау өте қауіпті.
себебі мен сияқты ойнап жүріп аңдаусызда жолға шығып кетулерің мүмкін. Жолда қатты жылдамдықпен жүгіруге болмайды. Егер алдарыңнан бір нәрсе шығып қалса, тоқтап үлгермейсіңдер. Иә, сосын жарақат алуларың мүмкін. Кешіріңдерші, сендердің бастарыңды қауіпке тіктім. Мұны түсінгенің дұрыс болыпты. Сосын мен бұдан былай ешқашан жолды кесіп өтпеймін. Әрине, арнайы өтетін жерлер бар ғой. Арнайы жолақтармен өту уақытты үнемдейді. Және әлде қайда қауіпсіз. Қане, енді квадрокоптерді ұшырайық. Әуелі бүгін білгендеріңді ойға тоқып алыңдар.